Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз картоптан жеңіл тағам жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге бар жоғы 3-4 картоп, 2 жұмыртқа, ірімшік, көк жуамыз болса болды. Ең бірінші мен картопымды үккіштен өткізіп аламын. Одан кейін көк жуамды турап салып жіберемін. Көк жуанның орнына укроп, петрушка қоссаңыздар да болады. Одан кейін турап алған жуамызды арнайы табақшаға салып аламыз. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды араластырып құйып жібереміз. Және достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдауларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Ішіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз, және де 1 уыстай бұрыш шаламыз. Және достар, 1-2 қасық сары майымызды ертіп аламыз. Және де картопымыз жабысып кетпеу үшін 1 шай қасық сұйық майымыздан да құйып жібереміз. Үстіне манағы үккіштен өткізген картопымызды саламыз. Одан кейін 5 минуттай қойып, үстіне 1 уыстай тұзымызды салып жібереміз. Бұл тағамды үйдегі балалар өте сүйіп жейді. Бұны дастарханға қоймаса да балаларға дайындап берсе, өте керемет болады. Достар, картопымыздың асты жабысып кетпеу үшін қасығымызбен көтермелеп жібереміз. Немесе табағымыздың астын осылай үйкелеуге болады. Одан кейін жұмыртқамызды аудару үшін басқа табақшаға салып аударып аламыз. Мен бірақ осылай аударатын боламын. Менің картопымның асты үсті де дайын болып қалды. Одан кейін үстіне ірімшіктерімізді саламыз. Одан кейін 3-4 минутқа қойып қоямыз. Енді үстіне қалған картопымызды саламыз. Достар, мінекей 5 минутымыз өтті. Енді астын шамалы үйкелеп жіберемін. Менің тамағым дайын болды. Мінекей осындай иісі керемет болып шықты. Енді үйдегілерге беретін боламыз. Сәлем достар, бүгін менің ағам картоптан осындай тағам пісірді. Ал дәмін бісміллә деп жеп көрейік. Мынандай. Дәмі күшті екен. Достар, сосын күтпеңдер, мына жақтағы лайкты басамыз.